Әл-хасаду ауала маасиятин усияллаху биха фис-самаи вал-ард. Алла тағалаға ең жасалған алғашқы күнә бұл көре алмаушылық. Аспанда да, жерде де дейді. Ең бірінші жасалған күнә. Адам аспанда кім жасады? Адам алейхиссаламға сәжде жасады деген кезде Ібліс қызғанып жасамады. Аллаға ең бір жасалған күнә. Жерде ең бір жасалғаны Адам атаның баласы Қабыл өзінің інісі Абылды өлтіреді ғой, қызғаншақтықтан. Өйткені екеуі садақа береді. Садақа беріп, біреуі Қабыл болып, екіншісі Қабыл болмаған кезде мен сені өлтіремін деп өлтіреді. Ең бірінші жер бетінде, аспанда да Аллаға қарсы келген бірінші күнә бұл қызғаншақтық екен. Ең алғаш жасалған 3 күнә бар. Осы 3 күнә адамды бұзады екен. Біріншісі тәкаппарлық, екіншісі қанағатсыздық, үшіншісі көре алмаушылық. Тәкаппарлық бұл шайтаннан болды. Ібліс шайтан өзін тәкаппар санады, содан құрып кетті. Екіншісі қанағатсыздық. Адам ата жәннатқа кірген кезде, мына ағаштан жеме деген кезде қанағатсыздық жасап жеді, жәннаттан қуылды. Үшіншісі қызғаншақтық. Қабыл өз інісін қызғанып істеді, өлтірді, сөйтіп жер бетінде ең бірінші кісі өлтіру осы қызғаншақтың келді. Яғни бүкіл күнә, барлық күнә осы 3 күнәдан су ішеді екен. Тамыр осы 3 күнә екен. Егер осы 3 күнәні, осы 3 күнәдан өзін аулақ ұстаған адам барша күнәдан оңай құтылады екен. Көрдіңіз бе? Сіз біреуді қызғанасыз да, қызғанғаннан кейін оның артынан не айтып бастайсыз? Ғайбат айтып бастайсыз. Ғайбат айту ең үлкен күнә ма? Күнә. Сіз біреуді көре алмайсыз да, одан кемшілік іздеп бастайсыз. Ол күнә ма? Күнә. Сіз біреуді қызғанасыз да, соған қастандық жасайсыз. Бұл күнә ма? Күнә. Керек болса өлімге дейін апарасыз. Осы көре алмаушының кесірінен қаншама адамдар жапа шегіп жатыр. Тіпті өліп кетіп жатыр ғой. Бір-бірін көре алмай ор қазады, өлтіреді, сиқыр жасайды. Біз күніне намазымызда не дейміз? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا не дейміз? Хасад дейміз. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. Күніне біз осы дұғаны намаздарымызда қосамыз. Алла Тағала Фалақ сүресін түсірген кезде неше түрлі мынау сенің жаратқан жамандықтарыңнан сыйынамыз. Мынау қараңғы түн болған кезде, қоюланған кезде келген жамандықтардан сыйынамыз. Мынау түйінге үрлеп дуашылардың дуаларынан, я Аллам, сыйынамыз дейміз де,